Қайырлы күн. Бүгін студияда менімен бірге доктор Михаил Лайтман және мен, Михаил Санилевич, Халықаралық Каббала Академиясының оқытушысымын. Біз Каббала негіздері курсы аясында кездесіп отырмыз. Ал бірінші сабақ – Каббала ғылымының мәні. Біз ең басты нәрседен, яғни Каббала ғылымының анықтамасынан бастаймыз. Мен анықтаманың өзін оқымаймын. Ол ұзақ, бірақ Бааль-Сулам оны Каббала ғылымының мәні атты мақаласында өте егжей-тегжейлі түсіндіреді. Біз тек оның ең негізгі мазмұнын алайық. Каббала ғылымы – бұл жаратушының осы әлемдегі жаратылысқа ашылуын зерттейтін ғылым. Сол туралы толығырақ айтып берсеңіз, жаратушының жаратылыстарға ашылуы деген не? Әр сөзін түсініп өтсек, жалпы ашылу деген не? Біз өмір сүреміз, өзімізді бар, тірі деп сезінеміз және белгілі бір кеңістіктің ішінде өмір сүріп жатқандаймыз. Міне осы кеңістік біз өмір сүретін орта, оны біздің әлем деп атаймыз. Бұл қоршаған табиғат, адамдар, табиғаттың жансыз, өсімдік, жануар бөліктері барлығы бірге біздің әлем. Бұл әлем қандай да бір заңдармен басқарылады, тіршілік етеді. Біз сол заңдарды зерттейміз, олардың арасындағы байланыстарды табуға тырысамыз. Олар бізге қалай әсер етеді, біз оларға қалай әсер ете аламыз? Табиғаттың қасиеттерін басқаға бағындырып, өзімізге қолайлы, тиімді жағдай жасауға тырысамыз. Жер бетіндегі мыңдаған жылдар бойғы дамуымыздың нәтижесінде біз бір қорытындыға келдік. Біз әлем туралы өте аз білеміз. Әлемде біз алдын ала болжай алмайтын оқиғалар бар. Әлемде біз жеңе алмайтын күштер бар. Олар бізге өте қатты әсер етіп, қорқынышты жағдайларға әкелуі мүмкін. Біз кенеттен болатын жер сілкінісінде, құйынның қашан болатынын да нақты біле алмаймыз, барлық ғылымға қарамастан. Мұндай табиғат күштері бізге зиян келтіреді, ал біз ештеңе істей алмаймыз. Біз өмірімізді өзгерте алмаймыз. Біз жақсы қоғам құра алмаймыз. Ерлі-зайыптылар, ата-ана мен балалар арасындағы дұрыс қарым-қатынасты орната алмаймыз. Табиғат алдында да, өзіміздің ішкі табиғатымыз алдында да әлсізбіз. Өмір мен өлімге қатысты да ештеңе істей алмаймыз. Бұл адамды іштен үнемі қорқытып, әлсіретіп тұрады. Қорытындысында біз өмір сүріп жатқан әлемді іс жүзінде білмейтініміз анықталады. Демек, табиғат бізді белгілі бір алгоритмдермен дамытады, ал біз оларды білмейміз. Иә. Тіпті солардың бір бөлігін білген күннің өзінде, бұл бізге басқаруға мүмкіндік бермейді. Біз тек сәл денсаулығымызды жақсарта аламыз, дәрі-дәрмек жасап. Бүкіл дамуымыздың нәтижесі тек табиғаттың жағымсыз әсерлерінен өзін-өзі біршама қорғау ғана. Адам өзін барлық деңгейде үстемдік ететін күштердің жүйесінде өмір сүретінін байқайды, бірақ біз ештеңе істей алмаймыз. Экономикада да, отбасындағы қарым-қатынаста да, мемлекеттер арасында да, табиғатпен байланыста да еш жерде. Өзіміз жеткен өркендеу деңгейіне, табиғатты түсіну деңгейіне қарамастан, қазіргі дәуірде біз тек бір нәрсені ұғынамыз. Біз өте әлсізбіз және табиғатты көрмейміз, білмейміз. Мен дұрыс түсінсем, жаратушының ашылуы бұл магнетизм мен электр заңдарын ашу сияқты. Яғни, бұрын бізге жасырын болған табиғат заңдарын қолдануды үйрену. Жаратушының ашылуы бұл табиғаттың жасырын күштерін, олардың байланыстарын, заңдарын, формулаларын, заңдылықтарын ашу. Яғни біз қандай ортада, қандай күштердің ішінде өмір сүріп жатқанымызды түсіну. Бүгін біз көріп тұрған сыртқы сурет емес, сол суреттің артында тұрған күштер туралы әңгіме. Бүкіл табиғат қандай да бір күштер арқылы басқарылады. Сол күштердің өзара байланысы, олардың бізге әсері және біздің оларға кері әсеріміз, осының бәрі бірге алынғанда толық картина қалыптасады. Бұл картина бізге өте қажет. Ол бізге қажет қана емес, біздің өмірімізді аз да болса сенімді, жайлы жалғастыруымыз үшін міндетті. Сол себепті, қазіргі ғылыми зерттеулер бізді табиғатты шынымен басқара алмайтынымызды түсінуге ғана келеді. Біз тек кейде оның теріс әсерінен сәл қорғана аламыз, бірақ одан артық емес. Осымен қатар ғылымның дағдарысқа тірелгені сезіледі. Ол тығырыққа келді. Келесі серпіліс біздің әлемнің шегінен шығуға тиіс. Яғни біз өмір сүріп жатқан әлемнің шеңберінен тыс тұрған күштерге,
Бізді басқаратын жоғары күштерге қарай шығу қажет. Онда бұл қандай күштер, қандай жасырын күштер? Бұл табиғаттың бізден жоғары тұрған, біздің бүкіл өмірімізді анықтайтын жасырын күштері. Оларды біздің өмірімізде болып жатқан оқиғалардың себептері деп айтуға бола ма? Әрине, қашан. Яғни біздің материалдық әлемде бастан кешіп жатқан барлық нәрсенің себепшілері солар ма? Сонда Творецтің жаратылыстарға ашылуы дегеніміз, бұл осы жасырын күшті осы әлемде ашу деген сөз бе? Егер адам осы күшті аша, өзінің 5 сезім мүшесі арқылы осы әлемді сезіне отырып, бұл жаратушыны ашу, немесе танымға жету деп атала ма? Иә, солай деуге болады. Бұл сезімдік танымға жету ме? Сезімдікте, бірақ тек сезімдік емес. Ақыл арқылы да бізге әсер ететін күштерді ашамыз. Олардың өзара байланысын, себеп салдарлық тізбегін, бізге бірінен соң бірі қалай әсер ететінін түсінеміз. Жалпы біз әлемнің толық суретін көре бастаймыз, бізге әсер ететін жоғары басқарушы күштердің әсерінен. Олар әзірше бізден жасырын. Сонымен қатар, біз сол күштерге кері әсер ету мүмкіндігін де көре бастаймыз. Оларды бізге қалағанымыздай, игі түрде әсер ететін күйге келтіру үшін. Яғни, мен түсінгенім, жаратушының бізге, адамдарға, яғни біз жаратылысқа ашылуы, осы әлемде Каббала ғылымының мәні болып табылады. Иә. Жарайды. Енді аздап жаратушы деген кім екенін қарастырайық. Егер біз Каббала ғылымының мәні туралы айтып отырсақ, онда, әрине, осы ұғымды да түсіну керек. Мұны қалай атаймыз? Құбылыс па? Ұғым ба? Понятие. Біз үшін жаратушы ұғым. Иә. Бұл әлемдегі барлық күштерді өзіне біріктіретін ең жоғары күш. Мен мұнда бірнеше постулат жазып қойдым. Сіз айтыңыз, дұрыс па, жоқ па? Мұны мен алғашқы дерек көздерден жинадым. Бааль-Сулам мен Рабаш қалай жазғанына сүйеніп, жаратушыны сезінбей түсіну мүмкін емес. Бұл дұрыс па? Иә, өйткені біз түсінетіннің бәрі сезімдер арқылы түсініледі. Бала заттың не екенін білу үшін оны аузына салатыны сияқты, ол үшін ең басты қабылдау органы дәм сезу. Бізде дәл солай 5 сезім мүшеміз арқылы көру, есту, иіс сезу, сипап сезу, бір нәрсені қабылдаймыз. Осы 5 органдар арқылы алған барлық әсерлер белгілі бір жүйеге бірігеді. Солардың негізінде барлық ғылымдар пайда болады. Біз табиғи сезім мүшелерінің ауқымын кеңейту үшін құралдар қолданамыз. Бинокль, микроскоп, телескоп және тағы басқа. Яғни барлық ғылымдар тек сезім мүшелеріне сүйенеді. Ал мұнда біздің сезім мүшелеріміз ұстай алмайтын күштер бар. Каббала бізге қосымша сезім мүшесін дамытуға мүмкіндік береді. Онда да 5 орган бар, бірақ басқа деңгейде. Осы жаңа 5 органның табиғатын зерттей отырып, біз олардың ортақ қайнар көзін сезіне бастаймыз, оны жаратушы деп атайды. Сөйтіп біз сол күштердің бізге қалай әсер ететінін, қандай жағдайлар мен күштерді қалыптастыратынын түсіне бастаймыз. Яғни біз өмірімізді анықтайтын күштер жүйесін зерттейміз. Яғни, былайша айтқанда, саналы тіршілік басталады. Иә, саналы өмір басталады. Біз не болатынын, не болғанын, не үшін солай болғанын және неге солай болатынын біле бастаймыз. Тіпті болашақты өзгертуге де мүмкіндігіміз болады. Яғни бұл тек саналы ғана емес, басқарылатын өмір. Яғни, мен барлық үдерістерді басқара аламын. Иә, дәл осы Каббала ғылымының пәні және мақсаты. Екінші, жаратушыны сезіну дегеніміз, бұл біздің бірімізбен байланысымызды сезіну. Каббалистер солай айтады. Яғни, Творец менің ішімде емес, менің басқа адамдармен байланысымда ашылады. Мәселе мынада, жаратушы бұл жарық, сәуле яғни сыртқа бағытталған күш. Ол береді, толтырады, дамытады. Яғни ол өзінен сыртқа әсер етеді. Оны сезу үшін бізде де оған ұқсас күш болуы керек, беру, толтыру, дамыту күші. Бірақ мұндай күш бізде жоқ. Бізде тек алу күші бар, ал беру күші жоқ. Сондықтан жаратушы тану үшін ең бастысы, алу күшінің қасына беру күшінде дамыту. Біз өзімізді өзгертіп тастамаймыз, сол күйімізде қаламыз, тек өзімізге жаңа қасиет қосамыз. Өзімізде беру күшін дамыта отырып, біз дәл осы өлшемде жаратушыны сезіне бастаймыз, ұқсастық заңы бойынша.
Біз қалай өзіміздің қабылдаушы қасиеттеріміз арқылы сыртқы әлемді сезінсек, сол сияқты беру қасиеттерін дамыта отырып, жаратушыны сезіне аламыз. Бұл қасиеттерді біз тек белгілі бір жағдайларда өзара байланыста ғана дами аламыз. Біз белгілі бір топта жиналып, Каббаланы оқимыз. Каббала бізге бір-бірімізбен қалай байланысу керек екенін түсіндіреді. Сол байланыс ішінде біз беру деп аталатын жүйені құра бастаймыз. Міне осы беру қасиеті жаратушының қасиетін ұстай алатын орган сияқты. Осы жаңа сезім мүшесінде біз оны сезіне бастаймыз. Яғни, бұл қасиеттердің ұқсастығы арқылы болады. Біз дұрыс қатынастарды қалыптастырамыз. Адамдар арасындағы дұрыс байланыс желісін құрамыз. Соның нәтижесінде біз жаратылыс жүйесіне ұқсас күйге келеміз. Солай ма? Иә. Мысалы, біздің көру қабілетіміз белгілі бір толқын диапазонын ғана ұстайды. Бірақ көздің көруінен жоғары да төмен де толқындар бар. Дыбыс та солай, 20 герцтен төмен, 20 килогерцтен жоғары толқындарды сезбейміз. Бірақ олардың бар екенін білеміз, және сезу ауқымын кеңейтетін құралдар жасаймыз. Ал мұнда біз жай кеңейтпейміз, мүлдем жаңа сезім мүшесін жасауымыз керек. Ол қабылдауға емес, беруге негізделген орган. Яғни, біз сол сезінетін күшті Каббалада Боре, яғни жаратушы деп атаймыз. Иә, бұл Боре келде көр деген сөзден шыққан. Яғни біз жаңа сезім мүшесінде сезетін күш Боре. Ал сезінбейтін нәрсе Ацмуто. Яғни біз әлі ұстай алмайтын, бізден жоғары тұрған нәрсе ол өзі. Бұлай айтуға бола ма? Біз бір нәрсені ұстай алмайтынымызды сеземіз. Иә, ондай бар. Себебі біз сезетін жерде белгілі бір шекара болады. Сол шекарадан бастап біз қабылдаймыз, ал одан жоғарысын қабылдай алмаймыз. Сол шекараны анық сеземіз. Демек, одан да жоғарысы бар. Бір кезде оны да сеземіз дейді ғой. Менің ойымша, иә. Нақты айта алмаймын, өйткені бізде, адамдар да ол дәрежеде тұрған жоқпыз. Біз жаратушы тек көптеген ұрпақтар бойы, 6000 жыл бойы ғана постижение деңгейінде келеміз. Бірақ барлық адамдар Творецті танып білуге жеткен кезде, біз өзімізден тыс тұрған сезімге, яғни еруші қасиетіне, беру сезіміне ие болып, осы әлемді тек 5 денелік сезім мүшелерімен емес, сонымен бірге 5 рухани сезім мүшелерімен беруге негізделген мүшелерімен толықтай сезінетін болсақ, онда біз одан да жоғары, жақсырақ уақытқа өтеміз. Мен дұрыс түсінсем, тарихшылардың айтуынша, адамзат шамамен 70 000 жыл өмір сүріп келеді. Яғни саналы адам. Ал каббалистер айтады, жаратушыға ұқсас адам немесе жаратушыны ашқан адам. Соңғы 6000 жыл бойы адамдар жаратушыны ашу жағдайында болған. Бірақ бұл барлық адамдар емес, тек жеке тұлғалар болған. Ондай адамдар көп болды ма? Ондаған, жүздеген, миллиондаған. Қалай ойлайсыз? Жаратушыны алғаш таныған адам деп аталды. Ұқсас деген мағынаны білдіреді. Бүкіл тарихта ондай адамдар қанша болды? Мен нақты санай алмаймын, білмеймін. Мыңдаған ба, 10 мыңдаған ба? Иә, 10 мыңдаған. Жалпы, Каббала бүкіл адамзат жаратушыны ашуға келуі керек дейді. Иә, жаратушының жоспары бойынша, ақыр соңында жер бетінде пайда болатын әрбір адам, біздің бейнемізде көрініс беретін әрбір адам жаратушы танып білуі керек. Ал каббалистер тағы айтады, жаратушының түпкі мәнін тану мүмкін емес, тек оның қалпы мен материясын ғана түсінуге болады. Бұл әрбір физикалық құбылыста көрінетін табиғи нәрсе. Біз өзімізден тыс тұрған ештеңені тікелей тани алмаймыз. Қазір маған сезім мүшелеріме қандайда бір сигнал кіріп жатыр. Оның не екенін білмеймін. Ол құлаққа түседі, барабан жарғағын тербетеді, одан кейін сүйектер, үзбелер, түрлі түтікшелер арқылы өтеді. Сосын ол электрлік сигналдарға айналып, миға жетеді. Ал мида ол қандайда бір ұғымдарға айналып көрініс береді. Мида пайда болған осы ойлар мен сезімдердің, сіздің сөздеріңізді сезінуімнің құлаққа кірген дыбыс толқындарымен қандай байланысы бар? Ол мыңдаған өзгерістерден өтеді. Мен сыртта не бар екенін айта алмаймын. Мен тек ішімде пайда болған нәрсені ғана сеземін. Сол ішкі сезімнің негізінде тәжірибе жасап, оның сырттан келгенін анықтаймын. Яғни біз ешқашан құбылыстың өзін тікелей танымаймыз,
тек оның бізде пайда болатын бейнесін ғана танимыз. Бұл бүкіл әлемге де қатысты. Әлем бізге осылай көрінеді. Ал шын мәнінде мына қабырғалар, кітаптар, адамдар, мына аппараттар, жарық, қараңғылық, бұлардың бәрі сырттай қандай? Мен білмеймін. Бұл тек ішкі сезінуіміздегі көрініс. Мысалы, мен бір мысал келтірейін. Айтайық, өтірікші адамды алайық. Адам, оның биологиялық денесі, бұл оның материясы, ал оның формасы өтірікші. Мен дұрыс түсінсем, өтірікті адамнан бөлек, байланыссыз түрде қарастыру, бұл абстрактылы форма, оны зерттеу мүмкін емес. Иә, бұл қателікке алып келетін философия. Сол сияқты адамдар жанды, жаратушыны зерттейді. Оларды тани алмаса да, солай ма? Яғни мен дұрыс түсінемін, бұл мүмкін емес зерттеу. Тіпті каббалистер де оны зерттей алмайды. Олар да каббалады зерттейді ғой. Каббалистер зерттейді, және олар жанды, жаратушы, жалпы рухани әлемнің элементтерін тек өз таным арқылы атайды. Бірақ бұл абстрактылы қалыпты, мәннің өзі де емес. Иә, бұл абстрактылы форма емес. Олар да мәннің өзін зерттей алмайды, тек формасы мен материясын ғана зерттейді. Иә, әрине. Сондықтан бұл атмуты деп аталады. Яғни құбылыстың өзін біз зерттей алмаймыз, сезіне алмаймыз. Ол бізге кірмей тұрып, бізден тыс тұрады. Мысалы, маған кіретін дыбыс толқыны немесе басқа сигнал, ол менің ішкі өзгерістерімнен, құлақтағы тесіктен өтіп, мен оны саналы түрде түсінгенге дейін барлығы менің ішкі жүйемде болады. Ал оның менің сыртымда қандай екенін мен білмеймін. Мен мұны ешқашан біле алмаймын. Ол сыртта. Каббалистер де солай. Олар таным арқылы сезгендерін таным деп, ал тани алмаған нәрсені анық ажыратады. Өйткені адам бәрібір жаратылған болып саналады. Жақсы, егер біз каббала ғылымының мәні туралы айтсақ, онда бір заң бар. Ешбір жағдайда жаратушы немесе қандай да бір жоғары күштерге адам бейнесін беруге, бейне қалыптастыруға болмайды. Бұл ең үлкен әрі ең қауіпті қателік. Иә, біз мұны ғылымның нәтижесінде көріп отырмыз. Бүгінде мұны түсіндіру тіпті 40 жыл бұрынғыға қарағанда әлдеқайда жеңіл. Мен каббаланы үйрете бастаған кезімде мұны түсіндіру өте қиын болатын. Ал бүгін мұны адамдарға еркін айтуға болады. Айналадағының бәрі толқындар. Бұл күштер, энергиялар, кеңістіктік көлемдер немесе нақты заттар емес. Біз көріп тұрған барлық көлемдер мен заттар тек біздің сезімдеріміздің ішінде бар. Ал шын мәнінде бұл бізге әсер ететін, бірақ табиғатын өзінен өзі түсіне алмайтын қандай да бір ықпалдар. Біз тек өз ішкі сезімдеріміз арқылы ғана бұл туралы айта аламыз. Сондықтан қазір мұны түсіндіру әлдеқайда оңай, әсіресе бұл идеяларды қабылдай алатын жастар үшін. Міне, осындай сұрақ. Каббала мынадай сұрақтарға жауап бар дейді. Құдай бар ма? Ол кім? Адамдардың жердегі өмірінің мақсаты қандай? Өлімнен кейін өмір бар ма? Тағдырды басқаруға бола ма? Бақытты болуға бола ма? Неге дәл осындай ғылым адамға қажет? Барлық адам осындай сұрақтарға жауап іздейді. Неге ол ғылым адамзаттан жасырылып келді? Ол адамзаттан жасырылды. Ол адамзаттың пісіп жетілуін күтті. Балаларға артық немесе зиян болатын нәрселерді көрсетпейтініміз сияқты. Балаға тек оның жасына пайдалы дүниелерді ғана береміз. Өскенде одан да күрделі, кең дүниелерді қабылдай алады. Каббала да солай. Адамзат белгілі бір деңгейге жеткенде ғана дұрыс сұрақ қоя алады, дұрыс жауапты сезіне алады. Бал Сулам мақалада айтады. Каббаланың жасырылуының 3 себебі бар. Біріншісі, қажеттіліктің болмауы. Иә, адамзатта қажеттілік болмады. Адамдар тағдырын басқаруды, өлімнен кейін өмір бар, жоғын білгісі келген жоқ па? Олар әрқашан осындай сұрақтарға қызықты емес пе? Жоқ. Бүгінгі күні де сен алаңға шығып, миллиондаған адамның арасында бұл туралы сөйлессең, қанша адам қызығады? Мүмкін, олар сенбейтін шығар, бірақ білгісі келеді. Жоқ, білгісі келмейді. Олар каббала бұған жауап береді деп сенбейді ме? Жоқ. Бүгінде бұған миллиардтардың ішінен тек мыңдағаны ғана мұқтаж. Адам тағдырын басқарғысы келмей ме? Ондай адам жоқ па? Жоқ, жоқ. Адамға ең тыныш нәрсе сыра, телевизор, футбол. Бірақ бақытты болуды қалайды ғой. Иә, бірақ егер бақыт үшін күш салу керек болса, жоқ.
бәрі өз ағысымен жүрсін дейді. Сондықтан қажеттілік болмады. Бар Исулам одан әрі жазады. Бұл ғылымды ашу мүмкін болмады. Иә, мүмкін болмады. Өйткені адамзат ұрпақтан ұрпаққа сезім мүшелерінде ойлау аппаратында дамытып келеді. Реалдылықты сезіну тәсілі де өзгеріп келеді. Бұрын адамдар рухтар, тылсым күштер, құдайлар әлеміне сенді. Ежелгі гректер мен басқа халықтардың сенімдерін қара, қанша құдай, дуализм, жақсылық пен жамандық күресі. Адамзат бұлардың бәрін өз түсініктерінен ойлап тапты. Уақыт керек болды, эволюцияда алға жылжып, ой санасы пісіп жетілгенше. Яғни, Каббаланың негізгі тақырыбы реалдылықты қабылдау, түсіндіру мүмкін болмады. Жоқ. Тіпті бірнеше жүз жыл бұрын да. Жоқ. Мен мұнымен ондаған жылдар бойы айналысып келемін. Яғни, сыртқы әлем жоқ. Бәрі адамның ішкі сезімінде деп айту мүмкін болмады. Иә, бүгінде көп адам қабылдай алмайды. Тек өте аз адамдар, олар да бірден емес, жылдар бойы үйренген соң. Бірақ бүгін екі шектеу де алынды. Қажеттілік бар, әрі ғылым дамыды, сондықтан түсіндіруге болады. Иә, бірақ тек қалаған адамға. Ең басты шарт адамның ішкі қажеттілігі болуы. Ол жоғары күшті ұстап алғысы келуі керек. Үшінші себеп, бұл табиғаттың сыры. Яғни, адам дайын болмаса, түсіндірсең де түсінбейді, солай ма? Иә, ол бұл деңгейде емес. Жануарға түсіндіргендей ол қарағанымен түсінгісі де келмей. Яғни, жаратушының құпиясы дегеніміз, адамзат дамудың белгілі бір кезеңдерінен өтеді. Бүгін бір бөлігі жетілді, ертең басқасы жетіледі. Иә, қазір, 21 ғасырдың басында, Каббала бәріне ашық түрде түсіндіруге болатын күйде. Адамдар бұрынғыдай бұдан білінбейді, өздеріне немесе табиғатқа зиян келтірмейді. Олар дайын. Сондықтан Каббала ашық. Осылайша біздің оқушыларымыз келеді. Әзірге олар мыңдаған ғана, бірақ біртіндеп көбейеді. Біздің бүгінгі жарты сағаттық сабағымыз аяқталды. Бұл, Каббала ғылымының мәні тақырыбы. Әлі 30-дан аса тақырып бар. Ал соңында сұрайын, сонымен, Каббала ғылымының мәні неде? Каббала ғылымының мәні адамға өзі өмір сүріп жатқан әлемді ашып көрсету. Ол өзінің бүгінгі сезімдері арқылы постиге алып жүрген дүниені себептерімен, салдарларымен, басқарушы күштерімен бірге сезіне алу үшін. Каббала адамға неге дәл бұл жағдайлар болады? Қалай тағдырын басқаруға болады? Қалай шексіз, мәңгілік, толық күйге көтерілуге болады? Соның бәрін үйретеді. Бұл фокус емес. Бұл адамның өзімен атқаратын үлкен, шынайы жұмыс. Бірақ ол адамды шексіз мүмкіндіктер әлеміне шығарады. Сізге бұл жолда сәттілік тілеймін.